Қарауылтөбе ауылының тұрғынымын. Биыл СПК Байқоңыр корпорациясының қолдауымен ауыл аманаты бағдарламасымен 7-9 миллион несие алып, осы жылыжайды бастап жібердік. Күніне 80-100 килограмм өнім алып отырмыз. 3 адамды жұмыспен қамтып отырмыз. Келешекте осы жылыжайды үлкейтіп, ары қарай осы қосымша қоса берсек деген ойымыз бар. Лимон өсіргіміз келеді қосып. Бұл жылыжайдың көлемі 255 квадрат метрді құрайды. Ұзындығы 30 метр, ені 8,5 метр. Келешекте қыста бұған жылу қосып, жыл 12 ай пайдаланамыз ба деп отырмыз. Өнімдерімізді осы ауылдың сұраныстарына жаратып жатырмыз, және сырттан да келіп алып жатыр. Күнделікті бұның мынадай қосымша өсіп кететін нелерін алып тастап отыру керек, мұртшаларын. Бұл жыл 12 ай өнім береді ғой енді. Сол үшін нені төмен қарай түсіріп, бұны ары қарай өсуіне жағдай жасаймыз. Қосымша нелерден тазартып, дәрумендер беріп отырамыз бұған. Маусым айынан бастап өнім беріп жатыр қазір. Мен өзім есебімде 2 тоннадан асып өнім алдым.